Әр қазақстандықтың жыл соңына дейін 150 мың теңгеден алатыны рас па? Сәлеметсіз бе? Шұғылы және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Фейсбукте Қазақстан Республикасы президентінің суреті бар пост тарап жатыр. Онда жыл соңына дейін әрбір қазақстандықтың банк картасына 150 мың теңгеден түсетіні жазылған. Стоп фейктің анықталуынша, бұл фейк деп хабарлады Казинформ. Қазақстанның мемлекеттік органдарының сайттарында, оның ішінде Қазақстан Республикасы президентінің Акорда.kz сайтында мұндай төлемдер туралы ресми ақпарат жоқ. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарында да хабарланбады. Аталған ақпаратты жариялаған өтемақы орталығы деп аталатын аккаунтта фейк парақшаның барлық белгілері байқалады. Профильде келтірілген мәліметтерде +52 коды бар байланыс телефоны жазылған. Бұл Мексиканың коды. Аватардағы сурет орнына Қазақстанның елтаңбасы қойылған. Бірақ лентадағы жарияланымдарға қарасақ, аватарда бұған дейін Беларусь Республикасының елтаңбасы болған көруге болады. Бұл кейбір қылмыскерлердің әрекеті делінген сайтта. Стоп фейк қорытындысына сүйенсек, өтемақы орталығы арқылы өтемақы төленетін туралы хабарламалар ескі алаяқтық схема. Қазақстан Республикасы мемлекеттік техникалық қызметінің КЗСР сарапшылары ол туралы 2020 жылы қазақстандықтарға ескерткен. Демек, таратылған ақпаратқа сенбеген жөн.